Кеш батқан кезде мал өрістен қайтып, кішкене ғана ауыл іші азан-қазан болып кетеді. Осылайша киномеханиктар атты әңгіме кішкентай ауылдың тұрмыс тіршілігін сипаттауынан басталады. Әңгіменің сюжеті кез келген ауылда болуы мүмкін. Киномеханик жас жігіт Марат ауылдың әдемі қызы Күрмангүлге ғашық болған оқиға жайында ауыл баласының әңгімелеуі. Бұлай қарап отырсаңыз әңгіме қарапайым, бірақ автор үлкен шеберлікпен бас кейіпкер баланың ауылына тамсана қарап мақтануын, Күрмангүлдің фермада сауыншы болып істейді деуі, жұмысын адал еңбек екенін, сондай-ақ ауыл өмірін, адамдардың қарым-қатынасын, әсемдікке ұмтылуын тамаша сипаттайды. Махаббат тақырыбы қозғалғанымен, автор ұсақ-түйек детальдар арқылы киномеханик жұмысының ерекшеліктерін жеткізе білген. Мысалы, көшеге кіре бере «тут-тут» деп жәрі сала машинаның сигналын безілдетіп келеді. Бұл оның хабарландыруы. Немесе дәу қара чемодан тәрізді репродуктор мен зілдей киноқондырғының бөлек салығын тасимыз деп көрсетеді. Әңгімеге назар аударсақ, екеуі клуб ішінде көбелесіп біраз уақыт сөйлесті. Есік аузында тұрған маған Мараттың бұлыққан үні әрең естіледі. Күрмангүл, анада жазған хатыма жауап ала алмадым, неге үнсіз жүрсің, айтшы дейді ол. Ал әңгіме әрі қарай қалай өрбитінін қыз бен жігіт қосыла ма, жоқ па, кітапты оқысаңыз біле аласыз.